Поль Мари Верлен 1844 жылы 30 наурызда дүниеге келген француз импрессионист ақыны, импрессионизм мен символизмнің негізін қалаушылардың бірі. 1858 жылы Верлен өлең жаза бастайды. Гюго, Банфилд, Гетте, Бодлер поэзиясымен танысады. Виктор Гюгоға смерть өлеңін жібереді. Ақын және сыншы Луи де Рикардтың әсерімен жазылған Верленнің алғашқы біршама жақсы шығармалары жарық көрді. Обозрение прогресса журналында «Господин Продюм» сонеті жарияланды. 1869 жылы ақынның жаңа өлеңдері жинағы «Галантное празднество» жарық көрді. Тағы бір жылдан кейін «Добрую песню» жарияланды. Бұл жинақтағы өлеңдерді Верлен болашақ жұбайына құмар болар жүрген кезде жазды. Жинақ романтикалық туынды болып шықты. Оның «Мудрость» атты жаңа өлеңдер жинағы 1880 жылы жарық көрді. Содан кейін шамамен 3 жыл үзіліс болады. Осы кезеңде Верлен сүзектен жастай қайтыс болған жақын адамның еске алу үшін 25 өлең жазады. Олар 1883 жылы «Любовь» жинағына кіреді. Бұдан кейін Рэмбо, Маларм және Корбер туралы «Проклятые поэты» сериясының очерктері жарық көрді. Кейінірек «Давно и недавно» өлеңдер жинағы замандастарының әдеби портреттерінің сериясы жазылды. 1886 жылы Верленнің прозалық шығармалары басылып шықты. 1896 жылы 7 қаңтарда ол төсектен суық тас еденге құлап түсіп, сол жерде туынды өткізеді. Өкпесі қабынып кеткен Верленнің келесі күні қайтыс болды.